Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ әдебиеті сабағы. Кітаптарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Бүгінгі тақырып Қобыланды батыр жыры, кейіпкерлер бейнесі деп аталады. Біз өткен сабақтарда батырлар жыры, оның ішінде Қобыланды батыр жырын бастаған болатынбыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Балалар, сіздер өткен сабақтарда мына тақырыпшаларды, бөлімшелерді меңгерген болатынсыздар. Қобыланды батырдың дүниеге келуі, Қобыланды мен Құртқағыз, Тайбурылдың тууы және өсуі, Қобыланды мен Қараман батырдың Қазанға қарсы жорығы, Қобыланды батырдың жорыққа аттануы және Қобыландының сырлы қала мен қырлы қаланы алғандағы ерлігі. Мінекей осы бөлімшелерді оқып шығу сіздерге толығымен тапсырылған болатын. Ендеше балалар, өткен сабақтағы білімдерімізді сынау мақсатында мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, батырлар жыры ауыз әдебиетіне жата ма, әлде жазба әдебиетіне ме? Екінші, батырлар жыры дегеніміз не? Үшінші, Қобыланды батыр жырының тақырыбы қандай? Төртінші, Қобыланды батыр жырының идеясы қандай? Бұл сұрақтарға ауызша жауап беріңіздер. Ендеше балалар, өткен бөлімшелер бойынша сіздерге мынадай бірінші тапсырма беріледі. Тапсырманың аты «Я» немесе «Жоқ» деп аталады. Бұл тапсырмада Қобыланды батыр жырының мазмұны бойынша сөйлемдер берілген. Бұл тапсырма сіздердің осы жырды қаншалықты меңгергендеріңізді білуге арналған. Яғни, әрбір сөйлем сайын, егер ол дұрыс болатын болса, «Я», ал ол сөйлем ақпарат дұрыс емес болатын болса, «Жоқ» деген белгі қоясыздар. Бірінші, Қобыланды ұзақ күттіріп дүниеге келген бала. Екінші, естеміз Қобыландыны батырлыққа баулыды. Үшінші, естеміз Қобыландының Қызылбас еліне баруына бірден келісті. Төртінші, ай астындағы алтын теңгені атып түсірген адам Құртқа сұлуды жар етіп алатын болды. Бесінші, Тайбурылды бетіне күн түсірмей, жел тигізбей Қобыланды батыр өсірді. Алтыншы, Қазан деген ер шығып, қырлы қала мен сырлы қаланы басып алады. Жетінші, Құртқа Қобыландыны Тайбурылдың 43 күндік кемдігі болғандықтан жорыққа жібергісі келмейді. Сегізінші, Қобыланды сырлы қаланы 8 күн дегенде алады. Балалар, бұл тапсырмаға барлығы 8 балл берілген. Келесі тапсырма Қобыланды бейнесін ашуға арналады. Яғни Қобыландының ерекшелігіне жырдан мысал келтіресіздер. Қобыландының бойындағы ер жүректік қасиеті және намысшылдық қасиеті қай жерден көрінеді? Жыр барысында. Мінекей, осы екі қасиеті көрінген тұстан, яғни жырдан үзінді жазасыздар. Әр үзінді дұрыс тапқан үзіндіңізге 1 балдан беріледі, барлығы 2 балл болады. Сонда балалар бірінші тапсырма мен екінші тапсырмаға барлығы 10 балл қойылады. Ендеше балалар, тапсырманы орындауға сіздерге сәттілік, орындап болғаннан кейін міндетті түрде мұғалімге жолдаңыздар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, бірден мұғалімнен көмек сұраңыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.